негізге дәлелденген тұрғыдан аутизм шығу себеп салдары неде деп ойлайсыз? Көбінесе ол ер адамдар жағынан жүреді деп айтады. Осындай жаңағыдай бірінші жүктіліктен кейінгі баласы аутизм болып туғандарға олар туралы қалай ойлайсыз? Генетиканы әлі күнге дейін зерттеп жатыр, қорытынды шығарған жоқ әлі. Бүкіл әлемде бұл сұрақ, мысалы аутизм қайдан пайда болды деген. Осындай диагнозбен келіп тұрған балалар болашақта есептен шығарылуы мүмкін бе, әлде өмір бақи ауызекі тілде айтқанда психдиспансердің есебінде тұра ма? Есептен алынады, есептен алынған өзінде ол диагнозы алынбайды. Ерте диагностиканы неге ерте қолға алмасқа, осы жағына бір қандай да жұмыстар жасалып жатыр ма? Нақты диагноз қойып балаға, нақты сіздің балаңызда психикалық өзгеріс бар, балаңыз артта қалуда деп айта алмаймыз. Психиатрлар қандай баланың мінезіне сүйеніп үй жағдайына жіберу мүмкін баланы оқытуға? Өмір бақи енді бір шықты, енді өмір бақи отырады деген емес қой, алға қойған мақсатымыз ол өмірге дағдылау. Нормотипичный балалармен оқыған дұрыс, инклюзия ашылғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Яғни осындай аутизм диагнозы бар балалар көбінесе жеңіл жүрісті ата-аналардан туады деген мысалы ғылыми дәлелге негізсіз ойына жария салды, бәріне. Айтпас бұрын оған зерттеп алу керек еді. Сол зерттеп барып, көз жеткізу керек болатын. Армысыздар, құрметті көрермендер, мен есімім Махлима, мен ерекше баланың анасымын. Алдағы шығарылымдардан хабардар болып отыру үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сонымен қатар жоба серіктестігі Алони брендіне үлкен алғысымызды айтамыз. Алони брендін массаж кресло матрасына төмендегі сілтеме арқылы тапсырыс бере аласыздар. Ал енді ерекше подкастымызды бастайық. Бүгінгі біздің ерекше подкастымыздың қонағы қалалық психикалық денсаулық орталығының балалар бөлімінің меңгерушісі Гаухар Бердіханова ханым. Сәлеметсіз бе? Сізге үлкен рахмет шақыруыңызды елеп келгеніңізге. Енді бүгін ерекше подкастымызды бастамастан бұрын мен сіздің осы психиатрия бөліміне, балалар бөліміне келу жолыңызды сұрағым келіп отыр. Таныстырып өтсеңіз өзіңіз толық. Өзім таныстыра отырайын. Мен аты-жөнім Демеуова Гаухар Бердіхановна. Осы Астана қаласының психикалық денсаулық сақтау орталығында жұмыс жасаймын, бөлім меңгерушісі болып. Осында жұмыс жасап жатқаныма 1 жыл болды. Негізгі мамандығым бойынша стажым 10 жыл. Өзім негізі бастапқыда Өскемен қаласында 9 жыл жұмыс жасадым. Сол жерде учаскелік психиатр болып, қазір енді семьялық жағдайымызға байланысты кішкене Астана қаласына көшіп келдік. Содан енді осы Астана қаласына жұмыс жасап жатырмын. Былай таныстыра кетейін өзім қалай келгенімді осы психиатриялық мамандығына. Ең бірінші өзім дәрігер болуды шештім. Өзім 9-шы сыныптан бастап дәрігер болам деп шештім. Соған дайындалдым, неметтім. Аллаға шүкір оқуыма түстім, табысты дұрыстап. Содан кейін маман таңдауы басталады ғой, немеге уже интернатураға келген кезде. Сол кезде мамама звондаймын ғой, мама өстіп таңдау болып жатыр, мен кім болайын деп. Соны айтады, қызым енді өзің таңдадың ғой, енді өзің врач болам дедің, не таңдайсың, соны жүрегіңнен қалайды, соны немет деп. Соны айтып қоямын, мам, мен, наверное, акушер-гинеколог болам ғой деймін деп. Сосын айтады, қызыма ол қиын жұмыс қой дейді, сен 2 адамға жауапты боласың ғой дейді. Кішкене ойлан дегенде айтады. Содан кейін айтам, енді мен акушер-гинеколог пен педиатрия ойнап тұр деймін, балалар дәрігер болу. Содан кейін енді ойлана келе, содан кейін өзім балалар дәрігері болып таңдадым. Соны оқып жүрген кезде, балалар дәрігерін оқып жатқан кезде, кішкене өзім бетімді психиатрия бөліміне бұра бастадым. Сондай балалармен жұмыс жасаса қалай болады деп. И дәл сол кезде аутизмнің балалар көбейе бастады. Аутизм туралы көп ақпараттар айтыла бастады уже. Содан кейін өзім қызығып сол жаққа бет бұрдым и психиатрия мамандығын таңдадым. Сол сөйтіп енді өзімнің өмір жолымды сол психиатрия дәрігер болып істеп жатырмын. Түсінікті.
Енді қазір сіз жаңа сөзіңізде айтып кеттіңіз, қазір мысалы көбінесе аутизм диагнозы бар балалар көбейіп жатыр, иә, жыл сайын. Статистика бойынша да әрбір 31-ші балада жаңа аутистикалық спектр кездеседі деп айтылады, иә. Енді осыған байланысты сұрағым, сіздің психиатр маманы ретінде ғылыми негізге дәлелденген тұрғыдан аутизм шығу себеп салдары неде деп ойлайсыз? Ол мысалға аутизмнің шығу белгілері әлі күнге дейін анықталмаған. Но бірден бір ақпарат бойынша ол генетикалық тұрғыдан деп айтады. Сосын және де енді екінші жағынан мысалға ата-ананың мысалға ананың несі период дейді ғой, енді жүктілік кезеңінде, иә, жүктілік кезеңінде қалай өтуі, мысалға стресспен өтуі деген сияқты, стрессті көп сондай жағдайда өткені мысалға. Одан кейін мысалға андай тағамдарды аз қабылдағаннан мысалға витаминдер аз мысалға, соған жүктіліктің жиі болуы мысалға, иә, сол да әсер етуі мүмкін мысалға. Кейбіреулерде әйел адам организмі қалпына келмей жатып мысалға келесі баланың болуы мүмкін, сол да жағдайға әкелуі мүмкін. Және де біздің қазіргі экологиямызға байланысты тоже айтып жатыр, мысалға экологиямыз өте сондай не бол электронный болып кетті да, мысалға көп бәрі компьютерлық жүйе, бәрі телефон, и оның бәрі сол да әсер етеді деп айтады. Бірақ енді оның бәрі болжам, негізі былай толығымен ол әлі анықталған жоқ. Ең бірінші ол генетика жағынан дейді. Көбінесе ол ер адамдар жағынан жүреді деп айтады. Себебі өзі қарап отырсаңыз, өзі ұл балаларда көбінде кездеседі. Ұл балаларда көбінде кездеседі. Сондықтан бірден бір болжам сол генетикалық тұрғыдан ер адамдардан енді бір поколениядан бір поколениyaға беріледі деген сияқты ғой, мысалға. Арғы тегімізде может быть болғандай. Бұрындары енді бұл аутизмді қатты қарап мысалға тексеріп болған жоқ қой, мысалға мән берген жоқ оған. Особый адамдар деп болып жүре берді мысалға. Кейіннен қарап отырсақ, осы кейде байқаймыз ғой, үлкен кісі біртүрлі іс жасап, мысалға біртүрлі адам болып отырады, мысалға, сонда кісіні біртүрлі ғой деп айтамыз ғой. Мүмкін ол кісіде аутизм бар шығар, оны зерттелмеген, анықталмаған мысалға. Сол болжамдар. Енді жүктіліктің жаңа айтып отырсыз, иә, бірінші балада көбінесе жаңағындай аутизм спектр бар болып туылуы мүмкін. Мысалы мен ата-аналардың өз басымда да бар. Мысалы мен аутистикалық спектр балам, ол бірінші жүктілігімдегі балам. Одан кейінгі балалар мысалға сау. Соған дейін осы негізі мен де естимін көп мамандардан, осы жаңа витамин қабылдамағаннан деп жатады, аутист балалардың, сосын кейін көп жүктіліктен деп. Осындай жаңағындай бірінші жүктіліктен кейінгі баласы аутизм болып туғандарға олар туралы қалай ойлайсыз? Енді мен былай зерттелмеген нәрсені мысалға осы себептен деп айта алмаймын. Сол мүмкін ол генетикалық жағынан шығар. Бірден бірі генетика деп. Енді ол ең бірінші тұрған орында ол генетика. Бірақ генетиканы әлі күнге дейін зерттеп жатыр, қорытынды шығарған жоқ әлі. Мысалға, бүкіл әлемде бұл сұрақ, мысалға, аутизм қайдан пайда болды деген. Не бір ғалымдар оған әлі жауап таппай жатыр. Мысалға, только сол жаңа мен айтқандай, недер ғана предположение дейді ғой, сондай нәрселермен ғана айтылып жатыр. Просто сол айтып тұрмын, кейбіреу қолдан жасап алады аутизмді. Мысалға, бала туғаннан кейін ол енді тумайды. Қалай жаңағындай ата-ана айналыспау, сондай деп тұрсыз? Баланың айналыспауы, например, балаға телефон беріп қою, например, электрондық неме дейді ғой, балалар дейді ғой, сол мысалға постоянно ол қарым-қатынасқа түспейді ғой. Қарым-қатынасқа түспейді, телефондан басқа нәрсе көрмеген мысалға, содан кейін ол мысалға шақырсаң да отвлекаться етпейді мысалға. Ол өзінің әлемі бар телефон ішінде, сол телефонда отыра береді мысалға. И сен қанша айтпа, неме етеді, ол келеді, жейді, неме етеді. Мысалы, қызықты емес басқа өмір. Сол сияқты ғой, ол қолдан жасаған. Көп енді кейбір балаларда бар ғой, енді сонда кейбір ата-аналар да бар, мысалға, көп уақыттарын бөле бермейтін. Енді айтпаймын, бәрі деп. Ондай да болады, ондай жағдайларда. Оны біз мысалға ата-аналар уже балаларында
өзгеріс бола бастаған кезде келеді ғой бізге. Вот сол кезде қарап тексерген кезде уже біле бастаймыз біз мына балада не екенін. Мысалға егер аборторлық жағдайда қойылмаса, немені анықтай алмасақ, мысалы стационарный обследование дейміз де, стационарлық неге қарауға жібереді. Мысалға стационарлық қарауда мысалға көп уақыт қажет етеді. Бізде көбінде болады ата-аналар жағынан. Мысалға айтады, сіздер не көп соғыршама создыңыздар деп, мысалға 10 күн жеткілікті емес па деп, сөйтіп сондай шағымдар көп айтады бізге. Мысалға ол 10 күн ішінде мүмкін емес баланы біліп шығу. Мысалға біз тек қана сол баланың іс-әрекетіне, мысалға сол баланы анықтауға ғана емес, біз еще ата-аналардың несіне сүйенеміз ғой, айтқанына байланысты сүйенеміз. Мысалға ата-аналар енді мысалы туғаннан біледі, бірақ ата-аналарда болады сол жағдайда, білмейтін де ата-аналар болады. Өздерінің балалар қалай неметкен, осылай сұрақ қоя бастасан, иә сондай болған, осы жерде осылай болған деп сондайда ғана айтуы мүмкін. Түсінікті. Енді сіз өзіңіз жаңа аутизм қолдан жасалады деп кеттіңіз, ондай сөзге мысалы көп ата-аналар енді өздері жүректеріне тиеді. Мысалы айта кетейін, қазір аутизм негізі себебі дүниежүзі бойынша әлі белгісіз. Бірі генетика деп жатады, кейбір ата-аналар басқа да себептерін айтып жатады, дәрігерлерді мысалы. Дегенмен де бұл әлем бойынша әлі толық зерттеліп болмаған дерт, мысалы аутизм. Енді келесі сұрағыма келетін болсақ, сіз қалалық психикалық денсаулық орталығының балалар бөлім меңгерушісіз. Сізге күн сайын, ай сайын балалар есепке тұруға келеді. Осындай аутизм диагнозы бойынша, ақыл ойын кемістігі бойынша осындай диагнозбен келіп тұрған балалар болашақта есептен шығарылуы мүмкін бе, әлде өмір бақи ауызекі тілде айтқанда психдиспансердің есебінде тұра ма? Жоқ, мысалға өзі айтып тұрғанда аутизм ол бұзылыс, ол аутизм ол толықтай емделіп кетпейді. Бірақ егер де балада өсе келе потенциал дейді ғой, пайда болса, мысалға өз-өзіне жағдай жасай алатын жағдайға жетсе, мысалға жұмыс те бар қарай, мысалға дамып жатса, онда әрине ол неден алынады, есептен алынады. Есептен алынған өзінде ол диагнозы алынбайды. Мысалға айтқанда. Диагноз өмір бақи қалады. Диагноз өмір бақи қалады. Мысалға мен барлық диагноздар деп айтпаймын, мысалға ақыл кемістігі мен аутизм ол қалады. Есептен алынса да? Есептен алынған өзінде де ол өмірлік несі болады, диагнозы болады. Ерекшелігі болады, бір сөзбен айтқанда, ерекше адам болады. Ерекше ортада өзін ерекше ұстайды. Мысалға, ол бала үлкейгенде де сол қарым-қатынасқа түсе алмау несі болады, қиыншылығы. Ол өскенде де сол қалады, қала береді, ол өзгеріссіз. Мысалға, сіз құсап, мысалға отырып емін-еркін әңгіме айта алмау деген сияқты. Сіз сұрақ қоясыз, жауап береді. Сондай ғана болады. Түсінікті. Енді қазір аутизм дерті көбейіп бара жатқаннан кейін көп ата-аналар мысалға ерте диагностика жағынан біздің елімізде жалпы ерте диагностика бойынша артта келе жатыр. Көп балаларға кеш қойылып жатады. 5-тен асқаннан кейін 6-тан, 7-ден, кейде тіпті мысалы өз балам мүгедекті 7 жасында алдым, ол өте кеш саналады деп ойлаймын аутизм диагнозы үшін. Сондықтан да қазір біздің елімізде осы ерте диагностиканы неге ерте қолға алмасқа, осы жағына бір қандай да жұмыстар жасалып жатыр ма? Жасалып жатыр. Қазіргі таңда егер де анық айқын, например, аутизмнің белгілерін көрсек, мысалға аутизм деп қойылады, 3 жастан да қойылады, мысалға 2 жастан да. Мен өзімнің нем бойынша, опытым бойынша деп айтайын, мысалға болды бір бала 2 жаста, енді аутизмнің енді ауыр түрі, бір айтқанмен уже енді көрініп тұр балада. Қазір көмек керек балаға, қажет. Мысалға орталықтардың бәрі қазір бізде инвалидность сұрайды, мысалға, инвалидностьсіз болмайды деген сияқты, мысалға. Сол себептен де комиссионный осмотр жасаймыз біз, мысалға нақтылау үшін. Ертең мысалға результат болғанның өзінде де, бірақ ол бала емделіп кетпейді ғой, уже көріп тұрғандықтан біз шығарамыз. Егер мысалға болады аутистический спектр деп айтамыз, егер де аутизм белгілері ғана болса, мысалға белгілері болса, оны қалыпқа келтіруге болады.
сол себептен уақыт беріледі. Мысалға айтады, например, келесі жылы келіңіз деп. Сондай асықпауға мысалға. Енді негізі психиатр мамандықтарына бала жасқа толғаннан кейін де келуге болады, бірақ біз нақты диагноз қойып балаға, нақты сіздің балаңызда психикалық өзгеріс бар, балаңыз артта қалуда деп айта алмаймыз. Өйткені бала 5 жасқа дейін дамиды. Ол физиологиялық, психикалық даму ол 5 жасқа дейін. Бала өсу керек, өну керек, ол көру керек, сол арқылы ол дамиды. Сол себепті уақыт береміз. Ал біз егерде ерте бастан қойып тастасақ, ол баланың өміріне біз ертең зиян келтіруіміз мүмкін. Ертең мысалға бала 5 жасқа толды, бала сөйлеп кетті, нормотипичный бала сияқты бәрін атқарып жатыр деген сияқты солай болып кетсе, ертең айтады ғой, балама дұрыс қоймадыңыздар диагноз деген сияқты. Ертең, например, бір жерден шығып қалса, мысалға, ертең бала мысалға бір сөзбен айтқанда енді военный, сондай енді болмайды ғой бізде учетта тұрғаннан кейін мысалға. Енді оны уже ұмыту керек баласы. Адам уже психиатрға учетқа тұрғаннан кейін ол ондай мамандыққа бара алмайды енді. Қалған мамандықтар есте егере алса барады. Негізі осыған байланысты көп ата-аналар жаңағы неврологиялық жағынан диагноз алып жатады ғой. Сосын сол 4 жасқа дейін алып жатады, неврологиялық 4 жастан кейін жаңа психиатриялық диагноздар қойылады. Көп ата-аналар жаңағы 4 жастан кейін неврологиялық диагнозды одан ары солай созғылары келеді. Өйткені жаңағындай әскери жағынан болсын, әкімшілік жағынан болсын жұмысты ойлайды, болашағын ойлайды баланың. Жалпы сіздің ойынша психиатр ретінде ойынша сіздің бұл жалпы дұрыс па? Яғни неврологиялық балада психиатрия болса да неврология жағымен созу диагнозда. Жоқ, ол енді ол қате болып кетеді. Мысалға неврологиялық белгілер болмаса, ешқандай осложнение дейді ғой, мысалға бала ары қарай көбінде мысалға бізде Қазақстанда қалай, мысалға бала невролог патологта учет өтеді, мысалға даже церебральный параличпен тұратын балаларда мысалға, олар өздері 5 жасқа келген кезде психиатрға келеді бәрібірде. Ол өйткені нерв жүйесінің зақымдалуы ғой, нерв жүйесі зақымдалғаннан кейін ол бәрібірде дамуына психикалық несіне әсер етеді ол. Сондықтан сол жағынан уже тексере бастаймыз. Сол жағынан тексерген кезде уже кейбіреулерінде ақыл кемістігі шыға бастайды. Мысалға кейбіреуінде задержка деген сияқты. Задержка болса ол ары қарай невропатологтан кете береді. Ал уже психиатриялық уже ақыл кемістігінің даму болып кетсе, онда әрине міндетті түрде психиатрда болу керек. Өйткені психиатр оны мысалға не береді, бағыт-бағдар береді дейді ғой. Сондай мысалға жаңағы ИПР дайындағанда да мысалға, от сонда балаға мысалға психикалық жағынан да көмек керек деген сияқты сондай недер береді, рекомендациялар береді мысалға жазғанға. Сол жағынан. Айслен бала тек қана ДЦП-ны ғана дамыта берсе, ол психикалық ақыл кемістігі ары қарай ұлғая береді ғой. Онда біз баланы получается емдеп жатқан жоқпыз деген сөз. Сол үшін дұрысынан егер психиатрдан бару керек болса, психиатрдан барған дұрыс. Егер де ол нақтыланып, диагноз қойылып, солай болып жатса. Түсінікті. Енді сіз психиатр ретінде аутизм түрлерін айтып бере аласыз? Аутизмда синдром Аспергера бар, детский аутизм, атипичный аутизм дейді. Атипичный аутизм с умственной отсталости, без умственной отсталости деп. Содан кейін аутизмнің несі, гиперкинетический аутизм деген бар. Сол олар недеріне, дәрежесіне байланысты бөлінеді, өзі 3 дәрежеге бөлінеді, жеңіл, орташа, ауыр деп. Солай бөлінеді. 3-ке бөлінеді. Енді сіз бір сөзіңізде аутизмді 3 айынан да аңғаруға болады деп айттыңыз. Көп ата-аналар мысалға балаларын үйде отырып бір белгілерін аңғару мүмкін, көру мүмкін, бірақ нақты білмеу мүмкін. Бұл аутистикалық спектрға жата ма, қылығы мінезі. Осыған байланысты сіз өзіңіз ата-аналар қалай аңғарса болады үйден? Мысалы психиатр 3 айында апара алмайды ғой көбісі, дегенмен де баланың бойынан қандай белгілерді қарап аңғара алады? Мысалға 3 айлық балада өзі 3 айында бала мысалы қимыл қозғалыс жасай бастайды, мысалы түстерге қарай бастайды, андай тұнық түстер дейді ғой, прям
соған қарай бастайды. Мысалы қызыл өтсе қызылға қарайды мысалы. А бұл бала да егер аутизм белгілері бар болса, ол бала қарамайды. Мысалға жата береді. Қалай жатқыздыңыз, солай жата береді мысалға. И одан кейін жыламайды. Кейбір балалар жыламайды, а кейбір балалар тынымсыз жылай береді. Тоқтамастан түнде де жылайды, таңертең де жылайды. Анасы шаршап кетеді мысалы, бұл бала неге жылай береді деп. Анда да неметеді, мұнда да апарады мысалға. Ішімен де байланыстыру мүмкін ғой. Ішімен де байланыстыру мүмкін, бірақ ол ішімен мысалға сіз ішіне ем жасап неметкеннен кейін, воздух шыққаннан кейін мысалға жел шығып неметкеннен кейін басылады ғой. А бұнда басылмайды, мысалға жылай береді. Таңертең де түні де тамақ берсеңіз де жылайды. Неметіп, ол баланың даже андай киімге де раздраженности болуы мүмкін, сол себептен жылауы мүмкін. Кейбір балалар болады мындай, сол жайлығында сондай белгілерді көп анықтауға болады. Сосын кейін мысалға анасына сұранбау, қолына мысалға анасы өткен кезде қарамай, например, күлімдемеуі мысалға, танымауы мысалға. Даже ана мен баланың даже емізу арқылы, мысалы ретінде емізіп отырғанның өзінде бала мысалға сізге еміреніп, мысалға сізді неметіп отырмайды. Мысалға аутизмда эмоционалдық жағдай болмайды кішкене кезінен. Оны бірақ енді әрине ата-аналар оны көре бермейді мысалға. Оның негізінде патронажды медсестралар дейді ғой, патронажды дәрігерлер мысалға солар байқау керек мысалға. И қазірде бізде не бар ғой, диагностика жасаймыз ғой, ерте жаста аутизмді анықтау деген сияқты. Ол поликлиникаларда андай педиатрлар, сол патронажды медсестраларға, соларға андай опросник бар. Арналған опросник бар, емчарт деп аталады. Сол кезде мысалға анасына береді соны, анасы сол белгілерді қарайды. Мысалға 3 белгіден көп болса, ол уже аутизмнің белгісі бар деген сөз. Бұл жерде сұрақтар енді ата-анаға түсініктіре қойылған сұрақтар, мысалға балаңыз осында істей ала ма, мысалға нема деген сияқты. Енді ерте бастан, бірақ оны енді бәрі қолдана бермейді деп ойлаймын. Оны емчарт тестін педиатрлар бере алады, жергілікті поликлиникаларда, психиатр емес, педиатрлар бере алады. Педиатрлар да бере алады. Біз мысалға өзіміз жыл сайын әр немеде поликлиникада мысалға педиатрларға мысалға тоже недер өткіземіз. Қазір былай ақпарат береміз аутизм туралы, аутизм ерекшеліктері қай уақытта анықталу керек деген сияқты, мысалы брошюралар береміз деген сияқты. Сондай нәрселерді біз әрине беріп жариялап отырамыз, чтобы ерте жастан анықтап өткізіп алмау үшін. Мысалға ерте бастаған бала ерте шығады деген сөз ғой. Толықтай келісемін, өйткені ерте диагностика көп нәрсені шешеді. Мысалы, мен өз балама диагноз кеш қойылғандықтан, біз мысалы қазір балам сөйлемейді, мысалға аутоагрессиясы бар, жаңағындай коммуникация жағынан өте нашар. Сондықтан да ерте диагностика дамып жатса, ол нұр үстіне нұр әр ата-анаға үлкен көмек болатын сөзсіз. Енді осыған байланысты сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір жергілікті көбінесе поликлиникаларда, мысалға біз барғанда стендтарда, қабырғаларда болсын, түрлі ақпараттар ілініп тұрады, жаңағы вирус жайлы болсын, басқа да ақпараттар, аутизм жайлы мұндай ақпараттарды мүлдем кездестірмейміз. Осы жағынан сіздер қолға алып, қандай да бір жұмыстар жасалып жатыр ма? Жоқ, енді әрине біз енді өзіміздің сол айтқан брошюраларымызды жасаймыз, мысалға, әртүрлі ақпарат береміз, мысалға, ашық есік немесін ұйымдастырамыз деген сияқты аутист балаларға ондай жағдайды жасаймыз, бірақ әр мекемеде тұратын, мысалға, поликлиникаларда деп айтып тұрсыз ғой, сол вирустар не деген сияқты, олар мысалға ауамен беріледі ғой, тарап кетеді ғой, жаппай ұлғайып кетеді. Сол себепті мысалға алдын алу үшін сәтте аутизм ол бүйтіп жұқпайды ғой, жұқпалы ауру емес қой, сол себепті. Мен айтқым келіп отырғаны ақпарат, яғни мысалға теледидардан болсын, ата-аналар қайда барады, балалардың көбінесе қолдарына поликлиникаға барады, әр ата-ана баратын орын поликлиника. Кез келген ата-ана, көз ашық ата-ана барғанда, поликлиникаға барғанда, олар стендтағы оқиды ақпаратты білуге тырысады, өйткені әр ата-ана дәрігер емес қой. Мысалға аутизм бойынша баламен кім 24 сағат бойы қасында, ол дәрігер емес, ата-ана болады. Ата-ана аутизм туралы ақпаратты көп білу керек. Сіз айтып отырсыз, брошюраларды көбінесе сіз дәрігерлерге бересіз,
ата-аналары ол туралы ақпарат алмайды мысалға, ата-аналар кіргенде олар стендқа мән береді, ішінде ақпаратқа мән береді. Мысалы поликлиник, мен өзім ата-ана ретінде айтып отырғаным, сол кезде осы аутизмге байланысты қандай да бір ақпарат болса, ол ойлаймын ерте диагностикаға бірден бір көмек болады деп. Өйткені ата-ана қасында болғаннан кейін баланың мысалға центрдан оқыған ақпаратты баласына салыстыру мүмкін, ойлану мүмкін. Мен баламда мысалға жазылып тұруы мүмкін ғой, мысалға атына елемейді, көзіне қарамайды, ойыншықтарды тізеді деген сияқты түрлі аутизм белгілері өте көп қой, эмоционалды жағынан өте нашар даму деп, жылауы бар, жаңағыдай, немесе мүлдем тамаққа назар аудармауы мүмкін, тамақты таңдап жеуі мүмкін деген сияқты. Осындай ақпарат ілініп тұрса, кез келген көзашар ата-ана оны қарап, өз баласын бойынан жаңағыдай тауып жатса, дәрігерге ертерек бара ма деген ой ғой менде. Сіз айтып отырғаныңыз дұрыс, негізі ұсынысыңыз. Енді ол сұраққа жауапты өйтіп нақты бере алмаймын, енді не себепті екенін. Бірақ алда негізі сол сұрақты көтеру керек сияқты. Шарасыз жағдайға түскен кезде ғана психиатрға барады бізде. Сол жағын негізі дамыту керек. Негізі бізде ақпаратты толық дұрыс жеткізіп, педиатрлар, невропатологтар дұрыс жеткізсе, уақытылы жеткізсе, мысалға созбай уақытылы жеткізсе, сонда бізде бірдеңкеге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Жаңағы сіз айтқандай сондай плакаттарды, брошюраларды іліп, бәрін сол істеп. Мен де ойлаймын, өйткені ерте диагностика болса, мысалы көбінесе аутистикалық спектр балаларында саны азаятын еді. Мысалы қазір балалардың саны көбейіп келе жатқандықтан, осыны ерекше балалар көп қой. Мектептердің саны да аз, біз мысалы Астана қаласы бойынша арнайы 3 қана мектеп бар. Мысалы мен ойлаймын, ол аутизм түрін инклюзия дамып жатыр, оған сөз жоқ, инклюзия бар. Дегенмен инклюзияға әр аутистикалық спектр бала бара алмайды ғой, ауыр түрлі балалар бар, тьюторды қажет ететін, содан кейін сөйлемейтін, пэкспен қолданатын балалар бар. Олар мысалы арнайы мектепке барады. Ондай мектеп қала бойынша 3 қана мектеп. Осындай мектептің аздығынан көп балалар үй жағдайына оқытылуға жіберіліп жатады. Осыған байланысты сұрағымды қойғым келіп отыр. Жаңа үй жағдайында оқытылатын балалардың көбісі мінезінің тұрақсыздығына байланысты, отырмауына байланысты, партадан тұрып кетуіне байланысты көбінесе үй жағдайына жіберіледі. Үй жағдайына жіберілетін ата-аналардың көбісі мен естимін, маған жазады дайректке. Мысалға ұстаздар келіп 3 сағат оқуын оқыту керек, бірақ баланың отырмауына сілтеніп, көбінесе өзі уақытылы өтпейді сабақтары. Сосын үй жағдайына тағы да үйге жіберілетін байланысты, мысалы психиатрлар қандай баланың мінезіне сүйеніп үй жағдайына жіберу мүмкін баланы оқытуға. Сонымен қатар үй жағдайына жіберілген оқытылған балалар кейде мүмкін ұстазды, апайды тыңдамай, тіпті болашақта оқуға деген зейіні жоқ, необучаемый деп жаңа айтылғандай сондай болуы мүмкін ба жалпы? Жаңағы сізге айтқандай степень дедім ғой, немесіне дәрежесіне байланысты, егерде ауыр түрі болса, аутизмнің ауыр түрі болса, онда ол оқу жағдайына келмейді. Оларды мүлдем мектепке де уже жолатпайды. Ол тек қана коррекциялық орталыққа ғана барады. Сол жерде дағдыланады, мысалға андай енді үй жағдайына жақын жұмыстармен айналысып, сондай мысалға әріптерді енді үйретеді, ол жерде дәріп үйретіп, сан үйретіп, бірақ ол қабылдай алмайды бала. Қанша үйреткенімен хотя бала ортаға үйренсін, бейімделсін деген мақсатта сондай центрларға, орталықтарға барады. Ал егер баланың жеңіл түрі или орташа түрі болса, бала әрине оқытылады. Ол оқытылу керек, мысалға мектеп қабырғасында оқытылу керек. Қандай жағдайда біз үй жағдайында оқуға береміз? Егерде балада қатты агрессия болса, ортаға агрессиясын білдірсе, өзіне агрессиясын білдірсе, сол жағдайда біз үй жағдайына жібереміз. Өйткені ол біреуге қауіп төндіруі мүмкін, немесе өзіне қауіп төндіру мүмкін деген мақсатпен біз үй жағдайына жібереміз. Ол әрине ол өмір бақи, енді бір шықты, енді өмір бақи отырады деген емес қой ол.
егерде осы бір жыл мысалы отырды, егерде бір жылдан кейін қайтадан өтеді комиссияны, егер жақсы жағдайы жақсарып сондай болып жатса, онда уже қазірден біз мектепке жібереміз. Мысалға сіз айтқан ана қимыл қозғалысы көп, оны отыра алмайтын балалар болады ғой, олардың бәрін жібере бермейміз үй жағдайына. Көбінде біз андай педагог ассистент дейді ғой, тьютер беруге сондай не береміз, қорытынды береміз. Өйткені неғұрлым ондай аутист балаларды бізге ортаға бейімдеу керек. Білім жағы ол енді өзінің деңгейіне байланысты, ол бала алады білімді, но бірақ ол ортаға бейімделу керек, ертең ол ортада өмір сүреді, сол ортада дамиды деген сияқты ғой. Мысалға ата-аналар, сіздер өмір бақилық емессіздер, ол бала ертең ары қарай өмір сүру керек, сол себепті оны неге дағдылауымыз керек біздің. Ең бірінші біздің алға қойған мақсатымыз ол өмірге дағдылау. Сол себепті де біз айтамыз, кейбір ата-аналар болады, мысалы мен балам бәрін біліп тұр, например, о нете алады, әріптерді таниды, бәрін жасап тұр, балам енді мектепке берсем деп. Сосын біз айтамыз, асықпаңыз мектепке беруге. Ол бірінші сол орталықтарға әлі барсын, бейімделсін кішкене, біраз болсын. Сіз баланы орталыққа да ешқай жерге де апармай мектепке апара салсаңыз, балаңызда опять регресс болады, қайтадан қайтады. Артқа қарай білген нәрселер, өйткені ол жабылады ғой. Өзі коммуникациялық дағдысы бұзылған бала, қарым-қатынасқа түсе алмайды. Ертең балалар басқаша қарайды. Бізде инклюзия енгізіп жатқанында сол себепті мысалы ортаға бейімдеу. Біз аутист балаларды шектетпеу. Бәрінықпен, барымен бірдей қарау деген. Бізде әлі енді менталитетімізге әлі кірмей жатыр. Көбінде айтады бізде ата-аналар, ой, мен балам мынандай баламен оқымайды деп, отырмайды деп, көп қарсы болып отыр. Ол негізі дұрыс емес. Ол енді ерекше бала деп айтамыз ғой, енді ерекшелігі бар оның баланың. Ол нормотипичный балада да өзінің бір ерекшелігі бар. Ол да басқандай бір нәрсе істеу керек, істеу мүмкін. Сондықтан ол неғұрлым біз нормотипичный балалардың қасына қосамыз аутистерді, соғұрлым жақсы болады. Өйткені олар көріп солардан дамиды, соларға қарайды, солардың іс-әрекетіне жасайды. Олар не жасаса, соны жасайды деген сияқты. Мысалға біз, сіз айтып тұрғандай, мысалға көп қып ондай ортақ мектептер ашып тастаса, керісінше мысалға жақсы біліп тұрған бала, уже кішкене дамы келе жатқан бала қайтадан артқа түсіп кетуі мүмкін. Солардың несін қайталап, мысалы қылықтарын қайталап өзі. Сол үшін де біз көбіне айтады ғой бізде психиатриялық диспансерге, мысалға енді стационарға жатқызған кезде бізде дневной стационарға жібереміз, мысалға аутист балаларды. Өйткені себебі ол бала өз ортасына бейімделген ғой көбінде. Бізде только неге ғана обследованияға келу үшін ғана жасаймыз. Өйткені көп балалармен, мысалға өзін қатарлы балалардан, мысалға бір нәрселерін алып қойып жатады. Мысалға ата-аналар сөйтіп айтады, мен балам 10 күн келді сіздерге, осындай қылық жасай бастады, осындай қылық жасай бастады деп. Енді ол қайталайды оны біз ешқалай нете алмаймыз. Сондықтан мен өз ойым, нормотипичный балалармен оқыған дұрыс, инклюзия ашылғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді ортаның әлі қабылдамай жатқаны болмаса, әйтпесе әр ата-ана сіздер уже дайынсыздар деп ойлаймын оған. Просто орта қабылдамай жатқандықтан сіздер кішкене ауыр тиіп жатыр сіздерге. Негізі ол дұрыс нәрсе. Ол бізде енді ойлаймын, бізде жақсы дамып кетеді ол жағы деп. Мен толықтай келсем, бірақ қазір шынымен де қабылдау мәдениеті өте әлсіз бізде. Ерекше балаларды көп қоғамдық ортада қабылдамай жатады. Мен соңғы жаңалықтарын оқығанда ерекше баланы бассейннен қуып шыққан жағдай кездескен, мысалы Алматыда. Сол сияқты өте көп. Оның үстіне қосымша қазір түрлі теріс ой пікірлер туып жатыр. Мысалға соңғы кезде бір блогердің, яғни ғылыми негізгі дәлелге сүйенбей, яғни осындай аутизм диагнозы бар балалар көбінесе жеңіл жүрісті ата-аналардан туады деген мысалы ғылыми дәлелге негізсіз ойын жария салды бәріне. Осындай қоғамдық пікірлердің, яғни дұрыс пікірлердің айтылуына байланысты басқа адамдарды кейбір көбісі ақпаратты білмейді, шынымен аутизм нақты мысалы себебін. Осындай ойлар білмейтін адамдар шынымен ойлап қалуы мүмкін, мысалға.
Осыған байланысты сіздің ойыңыз қандай? Осындай қоғамдағы осындай теріс ойлардың пайда болып жатуына осыны тоқтатуға қалай әсер етуге болады? Енді бәрін аузына қақпақ бола алмаймыз. Ол айтылады, неметеді. Бірақ ата-аналарға әрине ауыр. Ондай баламен жұмыс істеп жатқан қаншама тер төгіп мысалға балаға, қанша туғаннан бастап енді жүргеніне дейін, сөйлегеніне дейін каждый бір мама деген сөзін естейінші деп жүрген ата-анаға ол өте ауыр нәрсе. Өйтіп айтқаны, бірақ ол ондай ата-аналарда ғана болады деген не емес. Аутизмнің ол генетикалық тұрғыда деп айттым ғой. Сол жағынан бірде-бір немесі қазір ғалымдардың айтып жатқаны ол генетика жағынан деп көбінде айтады. Басқа ешқандай ол қандай жеңіл жүріс болсын, білмеймін енді темекі тартудан ол тек оның бәрі теріс пікір. Ол әркімнің өзінің ойы, былайша айтқанда. Бірақ ол доказанный нәрсе емес. Ол негізі дәлелденбеген, ол нақты содан деген не жоқ, шешім жоқ. Ол мысалға, может быть, мен ойлаймын, ол блогерді бір жерден көрді, бір ақпарат естіді, ақпарат теріс естіді, соны айта салды. Сол айтпас бұрын оған зерттеп алу керек еді. Сол зерттеп барып көз жеткізу керек болатын. Как бы айтады ғой, мысалға, маскүнемдік пен ішімдікті көп қолданатын адамдар бар ғой енді бізде. Енді сондай адамдарда енді оның өзінде 100% айта алмаймыз, сондай бала туады деп. Мысалға, ондайда бізде не жоқ, дәлел жоқ. Мысалға, ондай адамдардан да сау бала туып жатады. Ол бірден бір мынандай дәлел емес. Түсінікті. Енді мен сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа сізде психдиспансерде көбінесе енді қазір аутист балалардың саны өсіп келе жатқандықтан жаңағындай үлкен аутист балалар бар ғой, мысалға жасөспірімдер дейміз, мысалы 16-дан асқанда мысалы олар психдиспансерға келіп бір белгілі бір уақытта жатады, мысалға сіздерде осы туралы айтып отырсыз. Мысалы мен жалпы өзім білмейді екенмін үлкен балалардың өмірі, тағдыры қалай болып жатқан. Сіз мысалы осындай балалармен тығыз жұмыс жасайсыз ғой? Жоқ, стационарға қай жағдайда жатқызылады? Егер де енді айтамыз ғой, асқыну болса, обострение дейді ғой. Обострение енді көбінде өзі пубертат жаста болып жатады. Мысалға, қатты агрессияға беріліп кетіп жатады. Ата-аналар өздері жатқыза ма сонда, әлде міндеттеле ме психиатр жағын жату керек деп? Жоқ, міндеттелінбейді. Ата-аналардың өзі еркімен әкелінеді. Мысалға, енді олар байқайды ғой баласында өзгерісті, мысалға, қандай көмек керек болып жатса, мысалға, қандай да бір терапия, например, болады ғой, терапиясы, например, дәрі-дәрмек жазып береді. Мысалға, амбулаторлық ем жасалады сонда балаларға? Әрине бізде психотропный ем қолданамыз. Содан кейін коррекция бізде де сол баяғы. И одан кейін психиатрдың бақылауында көреміз. Ол тек қана агрессивті тұрғыда болады ғой, қатты агрессия өзіне, сол басқаға агрессия қатты білдіріп жатқан жағдайда ғана жатқызылады. И және де болады анда МСЭК дейміз ғой, медико-социальный экспертизаны өткен кезде, мысалға, уақытысы келген кезде, мысалға, қазір береді ғой 7 жаста, соны 7 жастан 18 жасқа дейін деп беріп жатады, мысалға, кейде болады 2 жылға ғана беретін уақыт болады, мысалға. Сол 2 жылға уақыт бергеннен кейін қайтадан тексеруге, ертең ары қарай жалғастыра ма, жалғастырмай ма, бұл диагноз нақтылы болды ма, нақтылы емес па деп сол нақтылап алу үшін де стационарға жіберіледі. Ол енді оны учаскелік психиатр, приемда отырған врач, ол қарайды, көріп, содан кейін қорытынды береді. Бару керек десе барады. Ал мәжбүрлеп сіз ай сайын осындай бір уақытта жату керексіз деген жоқ ондай. Ол жағдайға байланысты. Енді қазір 18 жастан асқан көп аутисттер бар ғой, ондай мысалы барша статистика бойынша. Жалпы осындай үлкен азаматтардың тағдыры, біздің аутистикалық спектр бар азаматтардың тағдыры не болып жатыр елімізде? Олар қандай да бір жұмыс орталықтарына орналаса алмайды, білуімше.
ата-анасын тек құзырында осылар өмір сүреді, немесе бір орталықтар бар ма біздің елімізде 18 жастан кейін дамытатын, жұмыс жасайтын, емдейтін? Орталықтар бар. Мысалға біздің өзіміздің психиатриялық психиатриялық денсаулық немесінде не арнайы сондай балаларға жасөспірім жастағы балаларға 18-ден асқан балаларға бізде коррекциялық жүргізеді. Мысалға мамандық алу үшін оқыту дейді ғой, сондай как бы үйірмелері сияқты бар. Мысалға күнде келеді, барады, сол жерде недерін занятияларын өткізеді. Сонда біреу тігінге жақын. Ол сол психиатриялық орталықта істерде? Психиатриялық орталықта. Енді басқа жерлерде бар ма жоқ па, мен оны сізге айта алмаймын. Әлі өзім толығымен Астананың қаласында не бар не жоғын әлі зерттеп үлгерген жоқпын. Бірақ енді бізде өзіміздің орталықта бар. Ол жерде кәдімгідей үйретіп тырысады, содан кейін жұмысқа орналастыруға тырысады. Бізде енді ол қандай жұмыстарға мысалға? Жеңіл, өзіне лайықты, мысалға неме тігінге жақын болса тігінге неметеді, үйретеді. Мысалға сол қол өнерге, мысалға сонан кейін енді ауыр емес жұмыстарға өздерінің жағдайына байланысты. Ал егерде мысалға мен балада ақыл кемістігі жоқ болса, тек қана аутизм ғана болса, ол әрине жұмыс жасай алады. Ол ертең мысалы қодарда көбінде неге жақын, электроника жағына жақын, программист болуға недері бар, мүмкіндіктері бар. Өйткені ертең ол оқшауланған жақсы көреді ғой, программистерде өзі солай өздігімен өздігі отыратын. Мысалға небір ғалымдар шығарып жатыр болады. Ол тек қана егер ақыл кемістігі болмаса, дамуында тежелу. Сол кезде ол әр жұмысты ала алады. Мысалға сіз айтқандай университетке де түсіреді. Әрине университетке түсе алады, оған ешқандай не айтпайды. Сізде мысалға бала учетта тұр екен деген. Ондай жоқ. Кедергі емес ол. Тек қана енді право деген сияқты, енді машина жүргізу құқығы сондайдардан енді айырылады, ал басқа ешқандайдан айырылмайды оның құқығы. Қазіргі уақытта бұрындары бізде мүгедектігі бар бірінші дәрежесі, екінші дәрежелі барлар жұмыс жасамайды деп айтатын бұрын. Тек қана 3-ші топтағы мүгедектер ғана жұмыс жасауға рұқсат берілген деп. Қазіргі таңда егер жұмыс жасай алып жатса болады. Иә, шектемейді. Осы мүгедектікке байланысты бір сұрағым туып отыр. Мысалға бір үйде бірнеше бала болса, бір балада мүгедектігі болса, ол үйдегі басқа сау балаларға әсер етуі мүмкін бе? Жалпы басқа болашақта сау балалардың мысалы қандайды бір жоғарғы жаңағындай жұмыс жасайтын жерлерге барғанда, немесе жалпы өмірінде? Жоқ, енді мен енді білетінім, өзімнің практикамда болған жағдай, ол баланың бауыры учетта тұрды. Ол бала КНБ-ға түспекші болды, КНБ-ға. Сол кезде кедергі болды. Онда отбасы мүшесінде психиатриялық орталықта тізімде есепте тұрса, яғни басқа үйдегі сау балаға жаңағындай КНБ-ға, басқа жұмыстарға жол жабылады деген сөз ғой. Енді ол КНБ ол қатты тексерістен өтеді ғой. Қатты тексерулі болады, бар, сол жағынан шығар. Басқа енді мамандық, мысалға полиция, например, дәрігер, мұғалім деген жерге әсер еткенін көрген емеспін. Ондай әсері жоқ. Мысалға военный болғанға, мысалы туысқандары, бауырлары недері, оған кедергі жоқ. Тек қана сол менің өзімнің практикамда, мен білмеймін, енді ол басқаларда қалай, но өзімнің практикамда солай болды. Бауырының учетта тұрғанына байланысты ол бала, ол кісі неге КНБ-ға өте алмады. Түсінікті. Өте керекті ақпарат айттыңыз. Енді мен ата-аналардың сұрағын қойғым келіп отыр сізге. Маған дайректке ата-ана сұрақтар қойған. Бірінші ата-ана Гүлназ есімді ата-ана. Аминазин, яғни антипсихотик препараттың жанама әсерлері қандай дейді? Барлық препараттар дейік,
психотропный болсын мысалға, иә, басқа да мысалға анальгетик болсын мысалға, оның бәрі асқазанға әсер етеді. Сол сияқты біздің де дәрілер асқазанға әсер етеді. Ең несі бірінші сол асқазанға әсер етеді. Сондықтан тамақтан кейін ішуге біз беруге кеңес береміз. Иә, аминоземді егер бала сүт ішетін бала болса, сүт жақсы ішіп немететін болса, сүтпен бірге берген тіпті жақсырақ. Түсінікті. Екінші сұрақ, Назым есімді ана 2 жастан асқан баланы мүгедектікке шығара аламыз ба дейді. Егер де мен бағана айтып кеттім ғой, егер анық көрініп тұрса, иә, онда шығару мүмкіндігі бар. Бірақ енді көбінесе ол қазірде невропатолог, педиатрлар қарайды ғой, сол невропатолог, педиатр жағынан шықса негізі дұрысырақ болар еді. Иә. Түсінікті. Келесі Айжол есімді ИПР-дан басқа қандай көмектерге жүгінсек болады? ИПР дегеніміз индивидуальный помощь реабилитация, план ребенка. Ол енді ол одан басқа ештеңке берілмейді. Ата-аналарға да көмек жоқ па психология жағынан, иә? Жоқ. Ондай енді центр поддержки бар ғой, психологический центр поддержки бар, который звондап, например, психолог керек болса, соған жүгіне аласыздар мысалға. Тек қана сол орталықтарға ғана беріледі, басқа ешқандай көмек берілмейді. Түсінікті. Маро есімді ана, ақыл-ой кемістігі бар балалар мектепке бара ала ма? Ондай балаларға тьютер беріле ме дейді. Ақыл кемістігімен олар сабаққа барылады, дәрежесіне байланысты тағы да. Дәрежесіне егер ауыр түр болса, ауыр дәрежелі, тяжелый умственная отсталость дейді. Ол оқылмайды сабақ, өйткені сабаққа жарамсыз деп танылады. Ол балада бір сөзбен айтқанда даму тежелген, үйрету қиын, үйретілмейді. Мысалы, тек қана сол дәретке баруын, тамақ ішуін, соны ғана. Ол даже өз-өзіне көмек жасай алмайды. Мысалы, киініп, шешіну деген сияқты. Мысалға, элементардың соны аяғын бауын байлау деген, аяқ киімді дұрыс кию, қалай оң жағы қайда, сол жағы қайда, соның бәрін ол білмейді. Сондықтан сондай ғана үйретуге болады, ал сабақ жағынан енді мектепке ол барылмайды. Ал қалған жеңіл түрі и орташа дәрежелі ақыл кемістігі ол сабаққа барады, бірақ тьютер берілмейді. Себебі тьютер не себепті берілмейді, өйткені ол бала айтқан түсінеді ғой. Айтқан түсінеді, өзі айта алады, мысалға өзінің эмоциясын көрсете алады. Сол себепті қазіргі таңда тек аутист балаларға көбіне беріліп жатыр. Тьютер тек аутист балаларға, өйткені мінездерінің тұрақсыздығына байланысты. Тұрақсыздығына байланысты. Ал ақыл кемістігі бар балаларға арнайы мектепке баруға жолдама береді көбінде. Өз ортасында өздерін қалыпты ұстау үшін, ары қарай да жалғастыру үшін солай. Өздерінің дәрежелерінде. Түсінікті. Келесі сұрақ. Асыл есімді ана, басқа қаланы білмедім, Шымкент қаласында психиатрға кіру живой очередьте тұрамыз, ал поликлиникада даму мет арқылы талон алып, сол уақытқа жазылуға болады. Біздің балаларды білесіз, бір орында ұзақтап тұра алмайды. База жағын талонмен кіруге мүмкіндік болатындай неге реттемейді екен дейді. Ол енді Шымкент қаласындағы психиатриялық Астанада да сондай ғой, бізде талон жоқ, иә. Барғанда живой очередьте тұрады көп ата-аналар мысалға. Бұл Шымкент қана емес, бұл Қазақстан бойынша солай сияқты меніңше. Жоқ, именно врачебный комиссияға ма? Врачебный комиссия болсын, былай жалпы врачебный комиссия негізі көбінесе, ол живой очередьте тұрады көбінесе. Иә, врачебный комиссияға кірген кезде живой очередьте тұрады, өйткені біз білмейміз ғой қанша уақытқа созылатын мысалға. Мысалға бір бала 15 минутқа жетеді, бір бала 20 минутқа жетеді. Ол мысалға тек қана неде емес, балада ғана емес, например, ата-анасында да сұрақтар болады ғой. Мысалға біз айтпаймыз ғой, сіздің уақытыңыз осынша ғана, келесі ата-ана тосып тұр деп айта алмаймыз ғой. Мысалға жауап беруіміз керек. Сондықтан бізде андай не қоймаймыз, талон бермейміз ол уақытқа мысалға. Ал прием немен жүреді?
талонмен жүреді, иә. Енді басқа мен өзім Өскемен қаласында да жұмыс істедім ғой. Әрдайым әр балаға мысалға бізге 45 минут берілетін. Неге? Приемға кіру үшін. Егер де бірінші рет қабылдауға келіп тұрған бала болса, 45 минут беріледі, бірінші қабылдау. Одан кейінгі егер учетта тұрған бала болса, динамикалық бақылауда тұрған бала болса, оған 20 минут 20-25 минут уақыт беріледі. Өйткені повторно қайталанып келіп отыр, біз жағдайын білеміз деген сияқты баланы білеміз. Ал бізге танысып білу үшін енді 45-1 сағаттай уақыт беріледі. Түсінікті. Келесі Расул есімді инватакси алдық, бірақ санаторийге жазған жоқ. Психиатр қосымша диагноз керек деп айтты. Балам 1,5 жыл болды, мүлде тамақ жемейді. Санаторийге барып, ішек құрылысын ем алғым келген. Сонда санаторий алу үшін аутизмге қандай қосалқы диагноз болу керек? Көп ата-аналар түсінбей жатыр. Осы бізге 2022 жылдан бастап санаториялық неме беріле бастады, иә. Государство бөле бастады. Аутист балалар, ментальный нарушениесі бар балалардың барлығы неге санаторияға бара алады деген. Бірақ ол жерде жазылған, егер де балада аутизммен қоса тағы да бір соматикалық ауру болса, мысалға, сахарный диабет, может быть, там гастрит, тағысын тағы мысалға, сондай нәрселер болса, онда біз рұқсат береміз. Ол еще несі бар, өзінің тәртібі бар. Егер де бала терапия қолданатын болса, препараттар, дәрмек ішетін болса, группа дейді, группа наблюдения бар бізде. 2А и 2Б деп бөлінеді. 2А деген ол нарушение поведенческий жағы бар, и айына жылына 3 реттен келіп отыру керек, каждый 3 ай сайын келіп отырады. Ал 2Б деген ол получается бізде 6 айда бір келіп отыратын бала. Дәріні қажет етпейді, поведениесі жоқ балаларға. Егер де тағы да психиатрда бала 2А мен тұрса, онда тағы берілмейді. Оны көп жағдайда ата-аналар түсіне бермейді. Қазір бізде санаторий берді, значит бізге беру керек деген сияқты деп сөйтіп сұрайды. Ол егер сенде қосымша балада ауру болмаса, ол не себепті қандай немемен жібереміз? Ол жерде коррекция жүргізіп атқан жоқ, мысалға. Ешқандай аутист балаға процедура өтпейді, мысалға. Там занятия дейді ғой, енді логопедтікі, психологтың курстың жұмыстары жоқ вообще ол жерде. Сенсорикалық ешқандай жұмыстар жоқ, тек қана соматикалық немесін. И бір жағынан ол ата-аналарға не деп ойлаймын, көмек деп ойлаймын, ата-аналар кішкене демалып қайтады, ата-ана да демалады. Сол себепті. Енді бастапқы кезде көп ата-ана мысалға неметті, отказ жасады. Бармаймыз деп. Өткен ата-аналардың өздерінен болды өзі. Біз әр ата-анаға звондап барасыздар, барыңыздар, тегін барлығы деп сөйтіп айтқан өзінде көп ата-ана жоқ, бара алмаймыз деп айтты. Себебі олар өздерінің балаларын ойлады. Жаңа ортаға бейімделу оларға қиын ғой. Мысалы, қалай жетеміз, қалай жол жүріп барамыз, балам шыдай ма, шыдамай ма деген сияқты оларда көп сұрақ болды. Енді қазір көріп бір барып кеп жатқан адамдар уже айтып жатыр, мысалға, ой, жақсы екен, баламызға күшті болды, результат болды деген сияқты неметкеннен кейін уже талпыныс пайда болды. Ал бастапқы кезде ешқайсысы сұрамаған бізде. Енді қазір басталды мысалға неме. И одан кейін қазіргі таңда айтып жатады, инватакси берілсе, санаторий берілмейді деп. Кейбіреулерге солай деп айтып жатыр. Ол мен ойлаймын, бәрі ата-ана алсын деген. Неде ғой деп. Енді бізде бұл бөлінгенде де, государстводан, мемлекеттен бөлінгенде де шектеулі ғой. Осынша адамға деп қана бөлінеді мысалға. Ол барлығына деп айтпайды, осынша санға бөлінеді мысалға деп. Сондықтан барлығын қамту үшін сондай жасап жатыр деп ойлаймын өзім. Бірақ енді шын осыдан деп айта алмаймын енді, осы жағдайға байланысты деп. Но мен өзімнің ойым, өзім қорытындылағаным. Солай. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ. Алуа есімді ана, мүгедектік алу үшін қандай құжаттар жинау керек? Балам 2 жаста дейді.
Енді Бұл жерден мугедектік алғанды бөлінеді, психиатрия жағынан болу керек немесе неврология иә жағынан, неврология жағынан қай жағынан екен, егер невропатолог жағынан болса онда невропатологтың өзі айтады қандай не документтер екен. Психиатриялық жақтан болса бізде енді мамандардың қорытындылары керек болады, қандай да бір қосымша не дерті бар ма балада, жоқ па, например, сондай учетта басқа неде тұрама маманнан тұрама сондай. И содан кейін міндетті түрде қазір таңда неден стационарлық жатқыза ма 2 жаста баланы сонда? жоқ, 2 жастағы баланы жатқызбайды, 2 жастағы баланы немеге өткізеді, дневной стационар, содан неметеді. Или не болмаса амбулаторлық жағдайда неме врачебный комиссионный осмотр жасап сол кезде қорытындылап шығарады. Бірақ енді көбінде енді мен практикамда бірақ біреу ғана болды, сол 2 жастан шыққан, ал оға дейін енді 4 жаста ғана. Түсінікті. Келесі анара медкомиссиядан өту бір азап, адам көп, кезек ұзақ, бәрі ауру балалармен барады, оның ішінде СДВГ балалары әбден зерігіп кетеді. Бір баланы қабылдау 15-20 минут өте ыңғайсыз. Осыны реттеу қарастырылып жатыр ма? Және сұрақ қайталап жатыр. Диагнозды неге 3 жасқа келгенде қояды, одан неге ерте анықтамайды? Оны да айттыңыз, жаңа 5 жасқа дейін ол бала даму керек, оның психикалық дамуы әлі уақытқа дейін жүреді. Біз мысалға балаңыз болды, 2 жас, 1 жаста көргеннен кейін все болды, балаңыз аутизм болады деген қорытынды жасай алмаймыз. Біз белгілерін көреміз, айтамыз, балаға рекомендация береміз, балаңызға енді мекемелерге апарыңыз, дайындалыңыз, тым болмаса сізге арнайы мекемелерге апара алмай жатсаңыз, обычный садикке дейміз ғой, ондай сондай садикке апарыңыз, балалармен қарым қатынас жасасын, көп уақыт неметіңіз деп солай рекомендация береміз. И айтамыз, осындай жаста келіңіз деп. 3 жасқа келесіз, 3 жаста уже көргеннен кейін уже ары қарай не жасау керек екенін ары қарай түсіндіре бастаймыз. Түсінікті. Аспет Атырау қаласынан ана кезек күтіп комиссия кіргенде балаға әртүрлі аралас сұрақтар қоя бастайды дейді. Мынау қандай сан, атың кім, ауысың қайда деп жүйесіз сұрақтар қойылады. Берілетін уақыт аз. Нормативті баланың өзі мазасыз болып тұрса жауап бермейді. Сосын қорытындыға баланы қабылдауы жоқ, аутизм емес, умственно отсталып қоямыз дейді. Сонда 10-18 жас аралығында аутизм қоймай ма деп қойып сұрақты. Жоқ, ол сразу бірден опять же қандай комиссия? Мысалға педагогикалық комиссия бар, и біздің врачебный комиссия бар. Егерде біздің врачебный комиссияда толығымен қол жеткізбей тұрса, 15 минуттың ішінде мысалға ешқай диагноз қоя алмайды ондай. Сол кезде біз неметеміз, көбіне педагогический комиссияда солай болып жатады. Мысалы 15 минутта балаға ақыл кемістігі или аутизм деп қоя салады да, айтады, психиатрға барыңыздар дейді да. Балаға оқу жағынан кішкене басқандай программа беріп қою, сондай болып жатады жағдайлар, ондайларда болған бізде. Ал бірақ врачебный комиссияда олар егерде толығымен көз жеткізбей тұрса, мысалға егер аутизм бекен мынау или умственно отсталый ма деген недер болса, енді 2 жақты болса, онда ол әрине стационарный обследованияға жібереді, чтобы көз жеткізу үшін, нақты болу үшін. Мысалға ертең біз диагноз қойғаннан кейін ол баланың өміріне әсер етеді. Сол себепті толығымен зерттеп барып, тек қана содан кейін қоямыз. Ал 18 мысалға, егерде умственно отсталость қойылса, ол ертең өскеннен кейін аутизмға ауысып кетпейді. Умственно отсталость болып қалады, аутизм болып қалады. Бірақ аутизмда мен сізге жаңағы айтқандай аутизм с умственно отсталостью бар. Олар солай қалады, өмір бақи қалады. Ол алынбайды, мүлдем аутизм. Егер умственно отсталость бар болса, ол бірге жүреді. Ол неден емес, бала оны қалай умственно отсталость деп қойған бала, ол туа біткен, туғаннан онда болды. Ол ешқайдан тауып алған жоқ, мамасы айналыспады деген емес, ол туа біткен ода да. Сол гендік тұрғыдан, сол анемеден, асқынулардан
босану кезіндегі асқынулар, іште жатқандағы асқыну болуы мүмкін, мысалға кіндіктің оралып қалуы, мысалға сол да келеді. Мысалға бізде көбінде болып жатады ғой, 2 рет оралған, 3 рет, ол балада уже как бы қысылу бар, и неме ауаның басқа дұрыс жетпей қалғаннан содан кішкене болуы мүмкін. Ал аутизмдегі умственная отсталость, ол получается аутизм өзі қоғамға бейімделе алмай жатыр ғой, қалып келе жатыр. Сондықтан ол жасанды деп айтуға болады умственная отсталость. Пайда болған аутизммен айналыспағаннан кейін ол қосылады көбінесе. Айналысқанның өзінде де мысалы қабылдауы, оның деңгейі жеткіліксіз болып тұр. Мысалға сіздер көбінде дайындалған кезде, мысалы дайындаған кезде балаларды уақытынан өткізіп алу. Мысалға сіз айтып тұрсыз ғой, например, баланы 3 жастан, например, 5 жастан или бастайды. Баламен айналысып. Иә, кеш бастағаннан уже умственная отсталость дамуы мүмкін. Ол көбінесе сол жағдайда. Ерте бастаған, бастапқыдан 1 жасынан уже 6 айынан көрген балаларда, оларда көріп тұрасыз уже басқа екенін. Иә, түсінікті. Келесі сұрақ, Айсәуле, баланы психдиспансерге жатқызғанда балаға кім қарайды? Және де екінші ананың сұрағы, Гүлмира, ерекше балаға белгілі бір ем жоқ, онда не үшін жатқызады? Сұрақтар ұқсас болғаннан кейін қосып тұрмын. Яғни психдиспансерге жатқызған балаға кім қарайды, және де ол жақта ем болмағанда не үшін жатқызады мысалы? Сол жаңағы айтқан диагностика үшін, ең бірінші диагностика үшін жатқызады, что диагнозды нақтылау үшін, мысалға өміріне енді кері әсерін бермеу үшін дұрыстап оны анықтап алған дұрыс. Сол себепті. Сосын кейін қандай ден стационарда? Стационарда сол не үшін жатқызады дейді. Кім қарайды деді? Стационарда бізде кім қарайды дейді көбінесе. Психиатрдың қарауында болады. Психиатр маманы қарайды, психиатр маманы оценка жасайды. Мысалы, несіне психолог жұмыс жасайды, логопед бар, логопед өзінің қорытындысын айтады, коррекциялық жұмысын жасайды. Содан кейін бізде медперсонал бар, солар қарайды, и одан кейін воспитатель бар. Күндізгі уақытқа воспитатель келеді, өзінің тоже қарап, соны метеді. Ол жағынан енді бізде қорқыныш, балам жатқызғаннан кейін соға тұрады деген ондай бірде-бір нәрсе жоқ. Бізде камералар тұрады, орнатылады, и ондай ерекше балаларға ерекше көзбен қараймыз. Олай соғу, ұру деген жоқ. Ата-аналарда көбінде сол қорқыныш. Көбісінде қорқыныш болады дейсіз ғой. Осымен біздің уақытымыз аяқтап қалыпты. Енді осы ерекше аналарға өзіңіздің психиатр ретінде кеңесіңіз, ойыңыз, тілегіңіз болса айтып өтсеңіз болады. Мен ерекше аналарға негізі басымды иемін. Өстіп осындай балалармен айналысу деген ол өте-өте нені қажет етеді, уақытты қажет етеді. Бірден бала сөйлеп кетпейді, бірден бала дамып кетпейді. Сондықтан сіздерге сабырлық, тек қана сіздердің қолдарыңызда. Мысалға біз мамандар айтамыз сіздерге, бағыт береміз, бірақ жұмыс жасайтын сіздерге денсаулық, жаңа жылдарыңызда жаңа табысқа жетіңіздер, балаларыңыз аман болсын, бар жақсылықты тілеймін. Тек қана осы ата-аналарға уақытылы, ерте қорықпай, психиатрдан қорықпай, ерте барып, ерте анықтап, соны ерте бастасақ, бәрімізге жақсы болар еді. Содан кейін айтатын көп ата-аналар неметіп басқа бағытқа кетіп қалып жатады. Айтады ТМС, микрополяризация дейді. Содан кейін тағы Турцияға барады, Грузияға барады. Ол жаққа барып керек емес. Бізде де мамандар дамыған. Ондай о жақтан көмек болмайды. Стимуляцияны тек қана сабақ арқылы ғана стимуляция жасаймыз. Ал ешқандай да бір препарат или сондай тоқпен жасалатын нәрселер ол ешқандай не бермейді, стимуляция бермейді, көмектеспейді. Тек қана ол коррекция, занятие ғана. Солай ғана қол жеткіземіз бір нәрсеге. И баланы социализировать ету, әлеуметке, ортаға бейімдеу. Түсінікті. Енді сізге үлкен алғысым айтамын. Бүгін алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге, ата-аналарға үлкен, тұлғаға үлкен ақпарат бергеніңізге рахмет айтамын. Өйткені әр ата-ана өзіне керектігін, көп ата-ана психиатрға баруға қорқып жатады, осы сіздің естіп, сөзіңізді естіп, өздеріне үлкен ақпарат алады деген ойдамын. Сізге жұмысыңызға толағай табыс тілеймін.
Рахмет сізге келе жатқан жаңа жылыңызбен. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің ерекше подкастымыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге алғысымды айтамын. Пікір, лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.